Қазақстанда 2026 жылға қарай зейнеткерлерге кең ауқымды жеңілдіктер күтілуде. Бұл жеңілдіктер әлеуметтік және медициналық сақтандыруға, тұрғын үйге, бірқатар салалардағы субсидияланған қызметтерге және салық жеңілдіктеріне қатысты. Сонымен қатар жәрдемақылар беріледі. Зейнеткерлерге берілетін жәрдемақының көлемі қанша, ол қашан беріледі? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Әлеуметтік жәрдемақылар, зейнетақы және әлеуметтік төлемдер. Қазақстанда зейнеткерлер жас ерлер үшін 63, әйелдер үшін 61,5 жас. 2026 жылға қарай әйелдер үшін біртіндеп 63-ке дейін өседі. Зейнетақы мөлшері еңбек өтіліне және орташа жалақысына байланысты болады. Базалық зейнетақы төлемі. Барлық зейнеткерлер еңбек өтіліне байланысты негізгі тіркелген төлемді алады. Ынтымақтастық зейнетақысы. 1998 жылға дейін жұмыс істеген зейнеткерлер мемлекеттік бюджеттен зейнетақы алады. Зейнетақысының жинақтаушы бөлігі. Зейнеткерлер де бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдер алады. Жәрдемақылар мен төлемдер. 70 және 75 жастан асқан қарттар үшін қосымша төлемдер болуы мүмкін. Төлемдер мөлшері көбіне аймаққа байланысты өзгереді. Бұл туралы Казлента порталы хабарлайды. Кешенді әлеуметтік төлемдер. Аз қамтылған зейнеткерлерге көмек ай сайынғы қосымша ақы, халықаралық қарттар күніне және басқа да мерекелерге арналған төлемдерді. Өңірлік әлеуметтік қолдау бағдарламаларымен қамтылады. Салық жеңілдіктері, жеке табыс салығынан босату. Зейнетақыға жеке табыс салығы салынбайды. Мүлік артықшылықтары. Зейнеткерлер бір мүлікке, тұрғын үй алаңы, белгілі бір мөлшерге дейінгі жер учаскесі салық төлеуден мүлдем босатылады. Жер салығы бойынша жеңілдіктер. Зейнеткерлер жер учаскесінің көлемі мен мақсатына қарай жер салығы бойынша жеңілдік немесе жеңілдетілген мөлшерлемелерді алуға құқылы. Медициналық артықшылықтар. Тегін медициналық көмек. Зейнеткерлерге профилактикалық тексеруден өту, мемлекеттік мекемелерде емделу, ауруханаға жатқызу, жеңілдік пен рецепт бойынша дәрі-дәрмек алуды қоса алғанда, тегін медициналық көмектің толық кешенін алуға құқығы бар. Дәрілік заттар. Созылмалы ауруларды емдеуге арналған маңызды дәрі-дәрмектерге тегін немесе жеңілдікпен қол жеткізу. Дәрілік заттардың тізбесін денсаулық сақтау министрлігі бекітеді. Зейнеткерлер мемлекеттік мекемелерде тіс жұлғызу мен протездерді қоса алғанда тегін стоматологиялық қызметтерді ала алады. Тегін саяхат. Зейнеткерлер Қазақстанның көптеген облыстар мен қалаларында қоғамдық көлікте, автобуста, трамвайларда тегін немесе жеңілдікпен жүруге құқылы. Қала маңындағы және қалааралық бағыттардағы жеңілдіктер. Кейбір аймақтарда пойыз бен автобус билеттеріне жеңілдіктер қарастырылған. Тұрғын үй және коммуналдық төлемдер, коммуналдық субсидиялар. Аз қамтылған зейнеткерлерге баспанаға, жарыққа, газға, суға субсидия беріледі. Жәрдемақы мөлшері аймаққа және табыс деңгейіне байланысты өзгереді. Әлеуметтік тұрғын үй кезегіндегілер тізімі. Жеке баспанасы жоқ зейнеткерлер әлеуметтік тұрғын үй алуға кезегіне тұруға құқылы. Мәдени сауықтық артықшылықтар, жеңілдіктер және тегін кіру. Зейнеткерлерге мемлекеттік мұражайларға, театрларға, филармонияларға, кітапханаларға және басқа да мәдениет мекемелеріне жеңілдіктер немесе тегін кіру мүмкіндігі беріледі. Білім беру бағдарламалары. Зейнеткерлер жеңілдетілген шарттар мен білім беру курстар мен біліктілігін арттыру бағдарламаларына қатыса алады. Басқа жеңілдіктер мен кепілдіктер. Қосымша аймақтық артықшылықтар. Кейбір аймақтарда көмірді тегін беру, бір реттік төлем, әлеуметтік пакеттер сияқты арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Ардагерлерді қолдау. Еңбек соғыс ардагерлері немесе репрессияға ұшыраған зейнеткерлерге қосымша жеңілдіктер мен төлемдер беріледі. Мәселен, қарттар күніне орай Астана, Шымкент, Атырау облысында бір реттік төлем берілетіндігі жөнінде айтқан болатынбыз. Коммуникацияның артықшылықтары. Кейбір компаниялар зейнеткерлерге ұялы телефон мен интернет қызметтеріне жеңілдіктер ұсынады.
Санаторий жолдамалары денсаулық сақтау мекемелері мен санаторийлерге тегін немесе жеңілдетілген жолдамалар. Медициналық көрсеткіштер бойынша артықшылықтарды пайдалану жолы. Зейнеткерлер жәрдемақы алу үшін мемлекеттік органдарға, мысалы халыққа қызмет көрсету орталықтарына хабарласып, жеке басын куәландыратын және зейнетақы куәлігін көрсетуі керек. Кейбір жеңілдіктер автоматты түрде беріледі, бірақ басқалары арнайы өтініш беруді қажет етеді. Зейнеткерлерге берілетін жәрдемақылар өмірдің маңызды салаларын қамтиды және олардың әлеуметтік қамсыздандыруын жақсартуға бағытталған. Жәрдемақы алу ережелерін үнемі тексеріп отыру ұсынылады. Өйткені олар тұратын жыл мен аймаққа байланысты өзгеруі әбден мүмкін. Егер сізге толығырақ түсініктеме немесе көмек алу қажет болса, жергілікті әлеуметтік қорғау басқармаларына хабарласыңыз немесе ресми веб-сайттардағы жаңартуларды тексеріп отыруыңыз қажет. Көптеген аймақтарда зейнеткерлерге санаторий мен курорттарға тегін емделуге жолдама беріледі, бірақ көп қариялар мұндай мүмкіндікті жоқ деп есептейді. Бірақ сіздер жергілікті әлеуметтік қорғау органдарына барып өзіңізге қажетті әлеуметтік қолдауларды алуға құқыңыз бар. Мәселен, Шымкент қаласында жыл сайын зейнеткерлерге жылына 1 рет немесе 2 жылда 1 рет санаторийге емделуге жолдама беріледі. Онда Сарыағаш, Сайрам аудандарындағы санаторийде емделуге мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар 75 жастан асқан зейнеткерлер қоғамдық көліктерде тегін жүру мүмкіндігін пайдалана алады. Сонымен қатар Шымкентте жыл сайын қарттар күніне орай 11.900 теңге көлемінде 1 реттік әлеуметтік төлем беріледі. Басқа өңірдегі әкімдіктегілер мұндай жеңілдіктерді қарияларға ұсынуы не ұсынбауы бюджет қаражатына байланысты болып келеді. Сондықтан да өздеріңізге тиесілі әлеуметтік төлемдер бар не жоқ екенін, немесе санаторийге жолдама бар жоқтығын арнайы әлеуметтік қорғау басқармаларына барып білулеріңізге болады. Ондағы мамандар сіздерге тиесілі әлеуметтік көмек көлемі жөнінде айтып береді.